Менің атым Олег және мен қайдан ақша табуға болатынын іздедім. Мен әскерден келдім және кез келген жұмысқа тұруға дайын болдым. Мен газеттен номер 13-ші мектепке түнгі ауысымға күзетші іздеген оқыдым. Мен сол жерге барғам және менің еш сөзсіз жұмыс қалды. Мүмкін мен жақындағы әскери қызметін туралы білген шығар. Ал айлық болса көп болды. Тіпті басында өтірік деп ойладым. Бірақ директор айлық хабарландырудағыдай болады деп айтты. Мен ойланбай келістім. Менің міндетім түнде мектептің ішін сыртын күзету болатын. Үйде ерігіп жатқанша сол күні өз міндетімді атқаруды шештім. Күдікті заттар сол күні басталып жатты. Мен астында бірінші қабатта болып, үстінде біреу жүгіргенін естідім. Дәл ұзын болғандықтан ол шуды анық еститінмін. Мен бұл бұзақыны ұстаймын деген үмітте фонарикпен барлық сыныптарды аралап шықтым, бірақ нәтижесіз болды. Камераларда дым көрсетпеді. Келесі күні бұл жағдай қайта қайталанды. Мен сол кезде бірақ жылағанды естідім. Әйелдің жылауы. Бір немесе екі қабат биіктікте. Мен резинкалық дубина мен фонарикті алып үстіне бардым. Жылаған тоқтамады. Мұнда кім бар? Үшінші күні барлық жерде жарық өшіп тастады. Және сақтандырғыш жарылған болар. Ал олар жертөледе болды. Осы көргендерім мен естігендерімнен кейін ол жаққа барғым келмеді. Дубинканы қатты ұстап, фонарикпен қорғанып, мен тоқ қозатын жерге бардым. Мен подвал есігіне келгенде есік артында біреу тұрған сездім. Мен оны ақырын аштым, және тағы да біреу маған астан қарап тұрғанын сездім. Ал тоқ қозатын жақын болды, дәл түсетін жерде. Мен сақтандырғышты тезірек тексеруге тырыстым, бірақ бәрі дұрыс болды. Мен өз бөлмеме қашып кеттім және онда таңға дейін отырдым. Біреу немесе бірдеме осы мектепте түн сайын жүреді. Мен білгім де келмейді. Келесі күні, яғни үшінші күні, мен мектептен шығып кеттім. Және күзетшілер неге көп айлық екенін түсіндім. Олар бұл жерден бірнеше күн күзеттен соң қашып кетеді. Оларды үлкен айлықтан басқа ештеңе ұстап тұра алмайды.